Жаңғақтар есіңізді ұрлайды ма? 5 түрі деменцияны 2 балл терсесе жылдамдатады. Сіз жаңғақ сатып алып, мен миыма пайдалы нәрсе істеп жатырмын деп ойлайсыз. Ал егер кейбір жаңғақтар керісінше, сіздің жадыңызды баяу өшіріп жатса ше? Ғалымдар 60 жастан асқан мыңдаған адамды жылдар бойы бақылаған. Нәтиже бәрін шошытты. Кейбір жаңғақтар мидың қартаюын бірнеше есе жылдамдатады. Ал біреуі керісінше есте сақтау қабілетін қалпына келтіреді. Бұл немереңіздің атын есте сақтау мен өз үйіңіздің мекенжайын ұмытып қалудың айырмашылығы. Осы 18 минут сіздің жаңғаққа деген көзқарасыңызды толық өзгертеді. Соңына дейін қараңыз. Соңында сіз күтпеген бонус бар. Сізге таныс па? Дүкенде тұрсыз. Алдымызда жаңғақтар. Миндаль, кешью, жер жаңғақ. Қаптамада жазылған пайдалы тағам. Сіз оны алып, себетке саласыз. Өзіңізді дұрыс таңдау жасағандай сезінесіз. Үйге келесіз. Теледидар алдында отырып, бір уыс, тағы бір уыс. Бірақ бірнеше айдан кейін бір түрлі нәрселер басталады. Адамдардың аттары есіңізден шығып кетеді. Кеше не болғанын есіңізге түсіре алмайсыз. Кілтті қайда қойғаныңызды ұмытасыз. Сіз ойлайсыз, бұл жас қой. Жоқ, бұл сіздің ас үйіміздегі тағам. Бүгін сіз білесіз, 5 жаңғақ жадыңызды бұзады. 4 жаңғақ миыңызды қорғайды. Нөмір 9 сізді таң қалдырады. Номер 5 шок болады. Ал номер 1 өмірімізді өзгертуі мүмкін. Маңызды ескерту. Егер жаңғаққа аллергияңыз немесе бауыр ауруыңыз болса, дәрігермен кеңесіңіз. Номер 9 қарағай жаңғағы. Сіз таң қалдыңыз ба? Көп адам оны табиғи деликатес деп санайды. Бірақ шындық басқаша. Зерттеулер көрсеткендей, оны жиі жейтін адамдарда когнитивті функциялар 21% жылдам төмендейді. Неге? Миды компьютерде елестетіңіз. Қарағай жаңғағындағы майлар өте тез тотығады. Күнде тұрған май сияқты бұзылады. Сол тотыққан майлар қанға түсіп, миға жетеді де, тотығу стресін тудырады. Нәтиже, ми жасушалары тот басқандай бұзылады. Тағы бір қауіпті белгі бар. Дәрігерлер оны қарағай жаңғағы синдромы дейді. Белгісі, аузымызда металл сияқты ащы дәм пайда болады. Бұл сигнал. Сіздің ағзаңыз токсиндерге толып жатыр. Не істеу керек? Тек тоңазытқышта сақтаңыз. 2 аптадан артық ұстамаңыз. Иісін тексеріңіз. Ащы болса тастаңыз. Тазартылған түрін алмаңыз. 1 сағаттың өзі оның сапасын төмендетеді. Номер 8. Миндаль. Көп мөлшерде. Күттіңіз бе мұны? Ең пайдалы жаңғақ деп саналатын миндаль артық мөлшерде қауіпті. Зерттеу. Күніне 50 граммынан көп жеген адамдардың жады 34% тез нашарлаған. Неге? Бірінші, фитин қышқылы. Бұл ұры. Ол ағзаңыздан маңызды минералдарды ұрлайды. Магний, мырыш, темір. Бұл ми үшін ең маңызды элементтер. Олар болмаса не болады? Телефон сияқты. Батарея жоқ, бәрі баяу, өшеді. Екінші, амигдалин. Ағзада ол улы затқа айналады. Аз мөлшерде қауіпсіз, бірақ күн сайын артық жесеңіз жиналады. Қауіпсіз мөлшер. Күніне максимум 10 дана. Жай бір уыс емес, дәл 10. Қалай дұрыс жеу керек? Кешке суға салып қойыңыз. Таңертең жеңіз. Түске дейін тұтыныңыз. Суға салу фитин қышқылын азайтады. Пайдасы 2 есе артады. Артық жеу бірден әсер етпейді. Бірақ уақыт өте миыңыз баяу әлсірейді. Келесі жаңғақ одан да қауіпті. Ал енді ең қауіпті аймақ басталады. Келесі 3 жаңғақ сіз ойлағаннан да зиян. Номер 7. Бразилия жаңғағы. Оны суперфуд деп жарнамалайды. Иммунитетті көтереді дейді. Бірақ шындық мүлде басқа. Бір ғана Бразилия жаңғағында селеннің тәуліктік нормасынан 400% ар. Біреуінде 4 күндік доза. Не болады егер оны жиі жесеңіз? Селенос созылмалы улану. Белгілері: жадының нашарлауы, бас айналу, сананың шатасуы, шаш түсу,
тырнақтардың сынуы. Бірақ ең қауіптісі іште болады. Селеннің артық мөлшері. Митохондрияларды бұзады. Бұл жасушаның энергия станциясы. Олар өшсе, нейрондар біртіндеп сөнеді. Бір шам сияқты. Бірінен кейін бірі. Аптасына максимум 2 дана. Күн сайын емес, аптасына. Сіз өзіңізді жақсы сезінуіңіз мүмкін. Бірақ ми ішінде процесс жүріп жатады. Үнсіз, ауыртпай. Бір күні бәрі кеш болуы мүмкін. Номер 6. Кешью. Жұмсақ, дәмді, аузыңызда еріді. Сол үшін қауіпті. Кешью құрамында. Бірінші, оксалаттар. Бұл микроскопиялық инелер. Олар ағзада жиналады. Соның ішінде мида. Ғалымдар анықтаған. Жоғары оксалат деңгейі когнитивті функцияны жиірөмендетеді. Миды сағат механизмі деп елестетіңіз. Ішіне құм түссе не болады? Кетіктер бұзылады. Қозғалыс баяулайды. Ақыры тоқтайды. Кешью дәл осылай әсер етеді. Урушиол. Дәл сол улы өсімдіктердегі зат. Ол не істейді? Ми тамырларын қабындырады. Қан айналымын баяулатады. Нейрондарға оттегі жетпейді. Нәтиже. Таңертең тұман. Неге келгеніңізді ұмыту. Бір мәтінді 3 рет оқу. Сіз ойлайсыз. Жас қой. Жоқ. Бұл кешью. Қауіп. Егер сіз оны күнде жесеңіз, әсер жинақталады. Баяу, бірақ тоқтамайды. Номер 5. Жержағақ. Арахис. Ең қауіпті, ең арзан, ең кең таралған және ең үлкен қақпан. Алдымен шындық. Бұл жаңғақ емес. Бұл бұршақ тұқымдас. Ол жерде өседі. Сол үшін оның құрамы мүлде басқа. Зерттеу. Жер жаңғақты күнде жейтін адамдарда когнитивті бұзылу 2,5 есе жиі кездескен. Неге? Бірінші, афлатоксиндер. Бұл зеңуі. Жер жаңғақ топырақта өседі. Зең дерлік міндетті. Сіз оны көрмейсіз, бірақ ол бар. Бұл у. Ми қорғанысын бұзады. Нейрондарға өтеді. Қабыну тудырады. Күн сайын, аз-аздан, бірақ тоқтамай. Екінші, лектиндер. Олар ішек қабырғасын бұзады. Микротесіктер пайда болады. Сол арқылы токсиндер. Ішек, қан, ми. Ғылым не дейді? Ми денсаулығы ішектен басталады. Егер ішек бұзылса, мида зардап шегеді. Үшінші, омега алартықтығы. Теңгерім бұзылады. Омега 3, омега 6. Нәтиже. Созылмалы қабыну. Ми іштен жанып жатады. Сіз ауырсынуды сезбейсіз, бірақ процесс жүріп жатыр. Ег мағзысы. Жер жаңғақ күнделікті жеуге болатын өнім емес, тіпті аздап болса да. Қорытынды, есіңізде сақтаңыз. Қарағай жаңғағы, артық миндаль, Бразилия жаңғағы, кешью, жер жаңғақ. Олардың әр қайсысы әр түрлі әсер етеді, бірақ нәтиже бір. Жады әлсірейді, бірақ ең маңызды бөлік енді басталады. Себебі сіз тек қауіпті емес, шешімді де білуіңіз керек. Номер 4. Жаңғақ миыңызды қорғайды. Номер 1. Ең күшті, ғалымдар дәлелдеген. Таңғы ми рецепті. Сіз енді шындықты білесіз. Қандай жаңғақтар зиян екенін түсіндіңіз. Бірақ ең басты сұрақ, миыңызды қалай қорғауға болады? Қазір ең маңызды 4 жаңғақ. Олар жадыңызды сақтап қана қоймай, қалпына келтіруі мүмкін. Макадамия. Ол қымбат. Бірақ әсері бағасына тұрарлық. Зерттеулер көрсеткен, оны тұрақты тұтыну когнитивті төмендеуді 38% азайтады. Неге ол сонша күшті? Пальмитолейн қышқылы. Бұл сирек май қышқылы. Ол не істейді? Нейрондардың миелин қабығын қорғайды. Миелин бұл сымның изоляциясы сияқты. Егер ол бұзылса, ой бөлінеді, сөз ұмытылады, мазар жоғалады. Макадамия не істейді? Сымды қайта оқшаулайды, сигналдарды жылдамдатады. Тағы да, мыс, марганец. Бұл минералдар миға антиоксиданттық қорғаныс береді. Қалалай тұтыну. Күніне 3-4 дана, таңертең,
номер 3. Фундук. Кішкентай, қарапайым, арзан, бірақ өте күшті. Ғалымдар анықтаған, фундук фолий қышқылының ең бай көзі. Фолий қышқылы. Бұл нейромедиаторлардың отыны. Олар болмаса, ми жасушалары сөйлеспейді, сигналдар бұзылады. Белгілері: апатия, шаршау, ештеңеге зауқың жоқ. Көп адам оны депрессия деп ойлайды, шын мәнінде жетіспеушілік. Тиамин, В1 витамині. Бұл жады витамині. Оның жетіспеуі деменцияның алғашқы белгісі. Қалай тұтынуы? Күніне 5-6 дана шікі немесе суға салынған. Кіші. Лайфхак. Фундук қосу табиғи бал. Сіңірліуі күшейеді, әсері 2 есе. Номер 2. Пекан. Көп адам оны білмейді. Бұл үлкен қателік. Зерттеулер: витамин Е деңгейі жоғары адамдарда Альцгеймер 62% сирек кездеседі. Пеканның ерекшелігі гамма токоферол. Бұл витамин Е-нің ең күшті түрі. Не істейді? Әр нейронды қорғайды, еркін радикалдарды тоқтатады. Тағы бір маңызды зат — эллак қышқылы. Ол не істейді? Жаңа нейрондардың өсуін ынталандырады. Иә, жаңа ми жасушалары 60-тан кейінде, 70-тен кейінде. Қалай тұтыну? Күніне 4-5 дана, таңертең. Номер 1. Грек жаққағы. Ең күшті, ең дәлелденген. Номер 1. Оны қолыңызға алып қараңыз. Не көресіз? Кішкентай ми. Табиғат өзі белгі берген. Зерттеу: оны тұрақты жейтін адамдарда когнитивті бұзылу 47% аз кездеседі. Неге ол сонша тиімді? Бірінші, омега-3 миелінді қалпына келтіреді. Нейрондарды қорғайды. Полифенолдар қабынуды тоқтатады. Деменцияның алдын алады. Үшінші, мелатонин ұйқыны жақсартады. Ми түнде тазаланады. Түнде не болады? Ми токсиндерден тазарады. Жаңа ақпарат бекітіледі. Ұйқы нашар болса, жады да нашарлайды. Қалай дұрыс тұтыну? Кешке 5 жарты жаңғақты суға салыңыз. 8 сағат күтіңіз. Таңертең аш, қарынға жеңіз. Неге суға салу керек? Фитин қышқылы азаяды. Пайдасы 3 есе артады. Бонус: тағы ми қорғанысы. Егер тек бір нәрсені есте сақтасаңыз, осыны сақтаңыз. Әр кеш 5 грек жаңғағы, 3 фундук, 2 пекан. Суға салыңыз. Таңертең суды төгіңіз. Аш қарынға жеңіз. Жақсылап шайнаңыз. 90 күн жасаңыз. Сіз байқайсыз. Сөздер тез келеді. Есіміз күшейеді. Ойыңыз анық болады. Қосымша ережелер: қантпен бірге жемеңіз. Тамырларға зиян. Қышқыл жидектермен жақсы. Мүкжидек, қарақат. Қуырылған жаңғақ алмаңыз. Пайдалы майлар бұзылады. Кек шикі түрі. Тоңазытқышта сақтаңыз. Жарық пен жылудан қорғаңыз. Енді сіз білесіз, қандай жаңғақтар зиян, қандай жаңғақтар пайдалы. Қазір не істеу керек? Ас үйге барыңыз. Қауіпті жаңғақтарды алып тастаңыз. Бүгін кешке жаңасын дайындаңыз. Себебі әр күн маңызды. Әр таңдау әсер етеді. Сіздің миыңыз қартаяды деп ойламаңыз. Ол жаңара алады. 60-та да, 70-те де, 80-де де. Сізге тек дұрыс жанармай керек. Және ол сіздің қолыңызда.